Баршаңызға сәлем. Бүгін мясо по-французски жасаймыз. Ол үшін картопымызды алып, осылай ұзындап турап алатын боламыз. 3 немесе 4 штук кетеді. Енді формамыздың астын майлап алып, осылай салып шығатын боламыз барлығын. Және де пиязымызды алып, соломка қылып тураймыз. Картопымыздың үстіне барлығын сеуіп шығамыз. Енді тұзымызды саламыз. Және де талғамыңызға қарай приправа салсаңыз болады. Енді фаршымызға паприка салып, тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Формамызға салып аламыз, барлығын үстіне жайып. Ал енді помидорымызды алып, осылай жіңішке етіп турап аламыз. Және де формамызға фаршымыздың үстінен салып шығамыз. Одан соң соусымызды дайындайтын боламыз. Ол үшін 2 қасық қаймақ және де 1 жұмыртқа. Тұзымызды үстінен приправамызды салып араластырамыз. Енді помидорымыздың үстінен құйып шығамыз. Және де 1-1,5 сағат 180 градусқа газге қоямыз. Піскеннен соң 5 минутқа бетіне сырды өткізіп, қайтып салып аламыз. Осындай әдемі болып шығады, жасап көріңіздер.